Бәр жоғы 10 минутта дайын болатын өте дәмді, оңай десерт түрін дайындаймыз. Видеоның соңына шейін көріңіздер. Бір банка сгущенкамызға 3 ас қасық какаомызды қосып, венчикпен жақсылап біртекті масса шыққанша араластырамыз. Міне біз араластырып алдық. Бізде осындай масса шығады. Енді сары майымызды микротолқынды пеште ерітіп аламыз және осы массамызға қосып, біртекті масса болғанша жақсылап араластырып шығамыз. Сары майымызды толығымен араластырып болған соң бізде осындай шоколадты масса шығады. Келесі кезекте блендерге печеньемізді салып, езіп, ұнтақтап аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, печеньелеріңізді пакетке салып, оқтаудың көмегімен езіп алсаңыздар болады. Печеньемізді езіп алдық. Енді печеньемізді шоколадты массамызға қосып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластыру қиынға соққан соң қолымызбен араластырамыз. Барлығын қолымыздың көмегімен осылай дөңгелектеп шығамыз. Және де грек жаңғағын ұнтақтап бетіне сепсеңіздер болады. Біздің тез және оңай дайындалатын десертіміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.